Құрметті оқырмандар, біздің студияда таныш Жан Ақтөре, қалайсыз? Жансая әке. Өзіңіз бүгін ала болып келіп кетіп, бір-бірін сезгеніміз ау. Аха. Ментальный связь дей ма сондай ма? Көңіл-күйіңіз күшті сияқты ғой. Әдемі, мен баяғыда көңілді жүрмін. Сөйтіп Жансаяға келіп қалдыңыз. Я келіп қалдым. Жаңа не айтып едіңіз, ұмытып қалдым. Біз де бақытты болу керекпіз ғой. Бізде маусым, сіз маусым Қатысушысына. болған сізде. Біздің эфирде кім маусым қатысушыны алайық деп ойлайсыз? Маусым қатысушысына Айгүл алайық. Айгүл жоқ қой бұл жерде. Қосу керек сол. Мен қосамын. Мәссаған. Бұл қандай болды? Бұл қандай ой болды білмеймін. Әнесі тұрған кезде Айгүл. Айгүл, сіз әнші боламын деп шешіпсіз ғой. Әнші бол. Сіз айтамын деп кеттіңіз сізге хат. Видео түсірдіңіз. Айтпаңыз, бірақ өте әдемі шықты. Иә? Өте ерекше шықты. Демалысыңыз қалай өтті? Демалыс күшті өтті. Балалармен қыдырды, екінші үйде болдық. Осы жобада өзіңізге жаныңызға жақын осы адамды жолықтырдым, кездестірдім деп кімді айта аласыз? Осы бір жыл бойы ма? Иә. Күн бойы ұзақ ойланып кеткен қалай болды. Таппай жатырмын қазір. Сырларымды айта аламын, кішкене жақын болды маған деп. Қиындау сұрақ болып тұр шынымен. Ешкімді айта алмайсыз ба? Есіне түсті достар. Есіме түсті, әділ бар екен ғой. Жаным, әділ ренжіп қалады қазір маған десең. Әділ ғой, жақын болып араласып кеткенбіз, келгеннен бастап екеуміз бір конфликт болып, екеуміз бір рет дос ұрыспағанбыз. Мінезіміз де күшті келеді, дос ретінде андай қыз бен жігіттің арасында дос болмайды еді, бірақ әділ екеуміз арамызда күшті дос. Иә.